Молочная девочка тортының рецептісі міндетті түрде сақтап алыңыздар. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа S0 размері, егер S1 болса, 3 қоссаңыздар да болады. 1 банк сгущенка, 80 грамм сары май, 200 грамм ұн және 10 грамм разрыхлитель керек болады. Барлығын біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Ақ парақтың бетіне осылай кез келген дециметрлі өзіңізге керекті размерді сызып алсаңыздар болады. Менде 20 дециметрлік. Осылай бетіне пергаментный бумаганы төсеп, 3 қасықтан немесе 2 қасықтан салып отырып, пісіріп алсаңыздар болады. Менде пергаментный бумага Поклан. Покланның фирмасы өте жақсы, сіздерге де кеңес беремін. Бетіне торттың несі жабысып қалмайды, және бір емес бірнеше мәрте қолдансаңыздар болады. Барлығы 7 штук шықты корждары. Сборкасын келесі видеоға рилсқа салатын боламын.